Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздерге сары пилинг ұсынғымыз келіп отыр. Бұл пилингті біз қонағымызға екінші мәрте жасағалы тұрмыз. Бұл пилингті таңдаған себебіміз гормоналды соққыға ұшыраған тері және пигмент дақтары болған бір пилинг аздау болды. Сондықтан екінші пилинг жасауды жөн көрдік. Олай болса бастап бетімізді дайындап алайық. Бұл пилинг орташа болғандықтан бетіңіз қабыршықтанып, теріңіз түсіп жаңарады. Мынау біздің сары пилингіміз. Бұның құрамында резорцинол 14%, сүт қышқылы 13%, трихлороцетил 14%, ретинол 1% және салицил қышқылы бар. Пилингімізді бастайық. Пилинг бетіңізді қыздырады және бетіңіз жанып жатқандай күй сезінуіңіз мүмкін. Бұл пилинг орташа болғандықтан ондай сезімдерге теріңіз ұшырайды. Бұл пилингті қабат-қабатымен 3 минут сайын 3 ретке дейін жағамыз. Беттің қызған сәл де болса басу үшін бетімізді осылайша желдетіп тұрамыз. Екінші кезеңін бастадық. Бұл пилинг орташа болғандықтан тек терінің проблемасына қарай жасалады. Және бұл пилингтің сары аталуы, ол құрамында ретинол болғандықтан, ол ретинол сары түс береді. Бұл пилингті жасаудың екі жолы бар. Ол бірінші жолы пилингті 15 минутқа қалдырып, қалғанын салфеткамен кептіріп, бетке пилингтен кейін жағатын крем масканы 15 минутқа жағып, кремді жіберу. Екінші жолы пилингті 6 сағатқа дейін қалдырамыз. Крем маска жағып жібереміз қонағымызды. 6 сағаттан кейін өзі үй жағдайында жуып, сабынмен нейтрализация жасаса болады. 1-2 күндей бетіңіз қызарып жүруі мүмкін, және екінші, үшінші күнге кеткенде бетіңіз бір күйген күйге ұшырауы мүмкін. Ол беттегі өлі жасушалар, өлі тері қабыршықтанып түсе бастайды. Бірақ оны қолмен алып тастауға болмайды. Бетіңізді терең ылғалдандыратын крем және бетіңізге күн сәулесінен қорғайтын крем жағып шығасыз. Үшінші қабатымызға көштік. Беттің ағарған жерлеріне жақпаймыз, ағармаған жерлеріне ғана жағамыз. Ол деген реакция жүріп жатыр. Сары пилинг жасаудың көрсеткіштері, ол гормоналды өзгеріске ұшыраған және теріні қартаюы, пигмент дақтарының пайда болуы, беттегі безеуден кейінгі акне дақтарын да кетіреді. Және пигментацияны кетіруге, беттегі терең әжімдерді тегістейді. Пилингіміздің үшінші қабатын жақтық. Олай болса 15 минуттай күтеміз және крем масканы жағамыз. Он 15 минут уақытымыз өтті. Олай болса бетімізді құрғатып, крем маскамызды жағамыз. Бұл пилингтің жасау курсының аралығы 14 күннен 2 айға дейін барады. Сары пилингтен кейін реабилитация әр теріге индивидуалды болып келеді. Ол 3 күннің ішінде қабыршықтануы мүмкін, кейбір беттердікі 5 күннен кейін қабыршықтануы мүмкін. 6 сағаттан кейін пилингті жуып, одан соң бетіңізге әсері байқала бастайды. Беттеріңізді күтіп, әрдайым әдемі, әсем болып жүріңіздер.